Ақындарым бағалап ет, Жұмабекке сөз бердіңдер шабалар деп. Жандос бауырым звондап айтып еді, айтысқа домбыраңды ала кел деп. Жандос бауырым шақырған соң жетіп келдім, келмей қалсам мен сінбей қалар ма деп. Ендеше қошемет ұрыңыздар, айдай сұлу айдай ханымға деп. Тағы да қошемет ұрыңыздар, сезім бағы жобасы жасасын деп. Келесі қошеметің маған болсын, менсінбей жүрмеңіздер балама деп. Осындай айтысты көріп отырып, қол соқпай отырып алу шамала детай. Ай, бәрекелді. Көз салсаң әлемнің картасында, Қазақстан тұрады ортасында. Қазақ болып дәуірін сүріп жатқан, ассалаумағалейкум баршасына. Ғашық едім Алматы қаласына, табиғаты тау-тасы даласына. Айтысқа келіп отқан осы жерге, сәлім бердік Жұмабектің бажасына. Эфирдің сәні де мәні болған, Айдай ханым өзіңізге сәлем бердім. Айтысты жариялап отырған соң, алдыңызға атырылып міне келдім. Сәлем бердім редакция ұжымына, бар көрініс осында қызығы да. Сәлем бердім абла тым ерекше, кешіріммен қараған бұзығына. Абламның қауырсыны кең екен ғой, бағы да баянды тең екен ғой. Осында қанша жұпты жұптастырып, баршасы анасына тең екен ғой. Қалайсыңдар қатысшы ұл қыздарым, жарасып жүрмеусін де дам тұздарың. Пікірдеп қабыл алып, сыйластықты сыздатып, тұмбыз бағыңа. Отаным салқам қырмен тарқан далам, өзіңе әр кезек арқар балаң. Жандос досым армысың талайларды, торпеда секілді ғып талқандаған. Таулы жерде барыстай жортандаған, жазық жерде жүйіткіп тарпан болған. Қазақы қалжың мәнін ұқтырамын, құрдас деп назарыңды салсан маған. Екі келі тартатындай. Ай, не болды Жұмабек? Екі келі тартатындай қос құлағым. Пілдікіндей секілді өп салпандаған. Осыңдай маңыз артқан құрдасыңның, осыңдай кейпін көрсем аң-таң қалам. Әкөме көрімдік берсе екен деп, сүндеттелген баладай талтандаған. Тек еттің сөздеріңе мені қосып, сахнаға шыққанымды тұрып тосып. Ендігі орап алсам тілім менен, жүрмеші дос балаңнан солай жошып. Жұмабек ау Жұмабегім, не болды ағып жатыр пора терің. Шаруаңды тындырып кетсем бекен, күтіп отыр жеңісті бүкіл елім. Бұл жерде бақ шабама, бап шабама, Жұмабек сөздермен ақталама.
арқардай ақ маңдайлы досым менің, жаттанды сөз миыңа сақталама. Қызанақтай қызарып отырсың ғой, досым менің бұлайша құтырасың. Жота білмейм айты сені өзгертті ме, көрінбейді бұрынғы ықыласың, ай. Студияға кешікпей енді келші, трубкаңды көтерем деп сөзді берші. Кемшілікті айта берсең көп екен ғой, досым менің шын айтам ренжімеші, ай. Ayda Öyle. Gülsün gelden devlete, Қазағымның әулеті, Жандос-шандай ұлың мен. Халқымның артын дәулеті, Жандос бауырым жасашы, халқымның әркез сәулеті. Айтсымыз, айтысқа ұласын оу, Қазағымның айтысы. Айда ау. Жұмабектің бажасы деп айтасың. Ай Жандосик, әлі де сен баласың. Қызанақтай қызарып мен отырсам, қап-қара картошкадай отырасың. Телефонды, трубкаңды көтерме деп, көтермей жүрсің дейсің ба? Өзің неге зандағанда ұйықтап қаласың? Әңгіме болып кетті, майды себесің. Жандос жаным, бауырым байсалды да байып тұғай. Қатысушыларда қошеметің жайып тұр ғой. Мына мені артық айты демеңіздер, қатысушылар бармақтауға лайықты ғой. Назарымды Жандос жанға бұрып кетсем, назарымды Жандосқа бұрып кетсем, лайықты деп көремін сені сапсем. Жандос бауырым, ол ақын мен әнші ғой. Жандос айтса айта берсін. Қытығыма тиіп кетті оталамын, мәссіңдер ғой байқаймын чота бәрің. Осындай айтысты көріп тұрып, естілмей жатыр ғой шапалағың. Көрсетейін 98-дің атаманын, Жұмабекке ендігі тақаламын. Қылыштай тілім барда осып алып, жан жаққа аяусыз шашаламын, Сазгер деген әнін жазып отпайды ма? Бұл Жұмабек биылдыққа тоқтайды ма? Ақынға атырылып отырсың ғой, ақын сені мәдениетті боқтайды да. Көбіне гитарамен көруші едім, өнерін бағалаушы ем, білуші едім. Сенің орныңда егерде болсам да мен, домбыра емес гитарамен келуші едім, Гитарист болсаң егер шынымен де, ол да саған айналсар ермегің бе? Құлағында ойнасаң гитараның, айтысқа гитарамен келмедің бе? Жарайсың досыңды сен тысырдың ғой, өкпені кеудедегі әсірдің ғой. Өмірде қаншама жай бастан өтті, дос жоғын осындайда түсіндім ғой, Бұл Жандосты жембеу, өнеріме сенбеу. Бұл Жандосты жеңу, бір мен үшін деңгеу. Бұл ақын мен әнші, формат сәл-пәл келмеу. Басты менің мақсатым арнамысты бермеу. Жандос жаным жайына той жасаған пайда, армысың ағайын, қошеметің қайда.
проблемалар бар деп уайымдама сонша, шешіледі бәрі, шешілмейтін болса, шешіледі бәрі, ей, шешілетін болса. Ал бәрекелі жігіттер, керемет айтысты көрген сияқтымыз отыр ғой, Жұмабек. Құрметті көрермен, біздің жігіттер қандай өнерлі, иә? 10 саусақтарынан 10 өнер тамған жігіттер, жігітке жеті өнерде аз демекші, керемет өнер көрсетіп отырсыңдар, құрметті